Ассалаумағалейкум ағайын. Сіздермен Қоңырау Шаққан каналы. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы тауық шаруашылығын нөлден бастау үшін не керек деген тақырып. Бірінші мәселе ол бізде тауық қора. Міне тауық қораға ең керекті условие ол тауық қоры жылы болу керек. Екіншіден, ішінде вентиляция жақсы болу керек. Ішінде влажность жоғары болмау керек. Влажность жоғары болса, аурудың көп аурулар ауыра беретін болады тауықтарыңыз. Өздеріңіз білесіздер, енді жарық пен жылу тауықтарға маңызды. Әсіресе қысқы уақыттарда көп адамдар тауықтарымыз тумайды деген сылтаулар айтады. Бірақ өздерінің тауық қораларында жағдай жоқ. Жарық жылу болмайды көбісінің тауық қораларында қысқы уақыттарда. Білесіздер, тауықтарға қысқы уақыттарда 16-18 сағат жарық тұру керек. Және енді мұндай тауық қора, енді мынандай кішкене тауық қора салу үшін бір ары кетсе 100 000 теңге кететін шығар. Бірақ біздің жағдайда біз бұл тауық қораға ақша құртқан жоқпыз. Тек қанандай шеге, сондай материалдарға 2-3 мың теңгені құртқанбыз. Міне, енді Құдай қаласа болашақта бұдан да жақсы тауық қора саламыз деген ойдамыз. Мына тауық қораның іші. Енді ана тауық қораның сияқты жылы емес, қатты, бірақ условие бар да, тауықтар туады күнде. Жұмыртқаларын көрсеңізден, бүгін жинап алып жұмыртқаларын. Екінші мәселе ол бізде адамның мақсаты және білім. Ең бірінші өздеріңіз қандай мақсатта асырайсыздар тауықтарды? Если сіздер тауықтарды өздеріңіз жейтін мақсатта асырайтын болсаңыздар, сіздер ең басында 5-10 тауық арасында бастасаңыздар болады. Ал если сіздер біз сияқты жұмыртқа сатып инкубацияға немесе өздеріңіз балапан шығарып сатам десеңіздер, 15-20 тауықтан бастауға кеңес беремін. Көп адамдардың қателігі ол білім алмай тұрып, ең бірінші сразу 100-200 тауықтан бастап кету. Бұндай объемда жасау өте қиын. Тауықтардың жағдайын білмей, тауықтардың қандай корм жейтінін білмей асырап кету ол үлкен қателік. Және білім барысында айта кететінім, ол сіздер мысалы ет бағытында жұмыс істегілеріңіз келсе, бройлер асырайсыздар, ал жұмыртқа бағытында, если жұмыртқаны жеуге сататын болсаңыздар, Ломон Браун, Хайсекс Уайт деген сияқты кросс породалар таңдау керексіздер. Ал біз сияқты әртүрлі осындай инкубациялық жұмыртқалар сатамыз десеңіздер, мысалы біз Барковский таңдаған себебіміз, Барковский барабистая өте суыққа төзімді, мықты, балапандардың выживаемость жоғары, өміршеңдігі жоғары дейді ғой. Сондай порода. Сол сияқты әртүрлі породалар, өздеріңізге ұнаған породалар таңдап алсаңыздар болады. Екі инкубатор тұр. Маяқтан Құдай қаласа ертең уже балапандар шыға бастайды, уже тесіп жатыр. Міне бұл ең басында біз басталған кезде шаруашылықты бізде инкубатор да болмады, мынау инкубатор брудерлар да болмады. Ең басында бастаған кезде мына инкубаторды інім өзі 2 ай бойы жүріп, білім алып, қарап, инкубатор қалай жұмыс істейді, барлық схемаларын көріп, өзі қолдан жасаған инкубаторымыз. Ең басында табысты алып келген осы. Ең бірінші негізі жұмыртқа сатып табыс алып таптық. Сол табысты алдық та біз осы інім инкубаторды жасауға құртты, уақытын құртты, ізденді өзі. Сөйтіп осына инкубатор жасады. Енді бұл инкубаторды өзімізге бір 30-40 мың теңгеге шықты бүкіл материалдармен. Міне ішіне влажность көтеру үшін астына ыдыстар салынады, қасына да ыдыстар салып қойды. Міне мына жақта 2 лампочкасы бар. Жоғары жағындағы вентиляторлар сол лампочкадан жылулықты итереді ары қаратай. Мына ішінде бір тесіктен есік бері қарата жылудың бәрі тұрады. Міне балапандар шиқылдап жатыр. Естіп жатсыздар ма?
енді біз былай негізі всегда тұрмайды ана сеткамен. Өзінің арнайы, қазір көрсете кетейін. Мына жерде өзінің арнайы осындай сеткасы бар, жасалған. Оңға, солға күнде 2 сағат, 3 сағат сайын айналдырып тұрамыз. Ішіне салып, бәрі ойланып жасалынған. Енді бұл инкубаторға келетін болсақ, бұл инкубатордың выводимость өте жақсы. Өзіміз 4-5 ай бойы тексеріп неткенбіз. Енді айта кетейін, бұның шығару проценті бір примерно 90% ғой. Қолдан жасалған инкубаторға өте жақсы. Тесіктерін жауып қойдық. Тесіктер обычный уақытта ашық тұрады. Өздеріңіз білесіздер, балапан шығатын кезде влажность өте жоғары болу керек. Балапандар өздерінің жұмыртқаның сыртын жарып шығу үшін сырты кішкене жұмсару керек. Міне сол уақыт келе міне біз осындай инкубатор алдық. Аллаға шүкір, шаруашылығымыз дамып ақша алып келе бастаған кезде мынандай брудерлар алдық, көп балапандар сиятын. Енді сіздер бастаған уақытта сіздерде 2 жол бар. Ол бірінші осындай инкубатор жасап, немесе осыған ұқсас российский, российский, қытайский инкубаторлар бар. Корейский әртүрлі түрлері бар, бағалары әртүрлі. Ең бірінші осындай инкубатор алып, өздеріңіз тексерілген породистый тауықтардың инкубациялық жұмыртқаларын алып, өздеріңіз шығарсаңыздар болады. Бұл бірінші вариант. Екінші вариант айта кетейін. Екінші вариант осындай жас тауықтарды сатып алу. Енді бұл вариант кішкене қымбаттау шығады. Себебі мына тауықтардың осындай осы именно барковская барабистая тауықтарының недегі рыноктағы бағасы 4 айлық, 4,5 айлықтары 7000-7500 теңгеден. Енді өздеріңіз сатып алатын объемға байланысты. Енді кішкене көбірек алатын болсаңыздар 6000, 6500-ға түсіріп бере алады. Тауықты алған, сатып алудың бір жаманы, сіздер ең басында қатты опыттарыңыз болмағандықтан, сіздер ол породаның несін білмейсіздер, стандартын білмеу мүмкінсіздер. Сондықтан сіздерге адамдар дұрыс емес порода беріп жіберу мүмкін. Немесе породаның онша емес стандарты бар, породалар беру мүмкін. Стандарты онша емес тауықтар деген ғой. Ал инкубатордың бір жақсысы сол тексерілген адамдардан видеосын сұрап, жақсы жұмыртқалар алып алып, өздеріңіз басынан өсіріп, тауықтар өскенше уже практика жүзінде опыт жинап аласыздар. Соның арқасында тауықтарыңызды жақсы өздеріңіздің жағдайларыңызға қарай өсіріп аласыздар. Ал сатып алған тауықты ол сіздердің қораларыңызға үйренбеу мүмкін, немесе басқа бір ауру алып келуі мүмкін. Сонда минустары бар тауық сатып алудың. Біз енді ең басында бастаған кезде ең бірінші асыраған тауығымыз ол Ломон Браун тауықтары. Ломон Браун тауығынан бір 10 штук па, 5 штук па алғанбыз. 5-6 штук алдық па деймін. И сол Ломон Браун тауықтарының жұмыртқаларын ең бірінші жеуге өзіміз жедік. И сосын сата бастадық, уже артық бола бастаған кезде. И содан кейін ақша жинап, ең бірінші осы барковская барабистая балапандарын алып өзіміз өсірдік. Енді балапан алсаңыздар да болады, инкубатор жасамайық біз сияқты. Балапан кезінде кішкене арзандау болады. И және жақсы опыт жинай аласыздар. И айта кететінім, если инкубатордан өздеріңіз шығаратын болсаңыздар, өсіретін болсаңыздар, ол өте көп уақыт алуы мүмкін. Сразу бастап жұмыртқа сатып кете алмайсыздар. Ал міне тауық алсаңыздар, сразу сата бастасаңыздар болады. И келесі мәселе ол бізде клиент базасы. Сіздер бастамай тұрып, өздеріңіз негізі бұл тауықтардың жұмыртқасын кімге сатам деген сұрақ қою керексіздер. Базарға ма, магазинге ма, жеуге ма, или осындай инкубациялық жұмыртқа қылып сатасыздар ма, қандай жерлерде сатасыздар, OLX-та сатсаңыздар болады. Соны ойлану керек ең басында. Ең басында осындай клиентский база жинап алу керек. Жұмыртқалар туғаннан не пайда, если ол жұмыртқалар сатылмай жатса.
сатылу үшін жоғары көп клиентская база жинасаңыздар өте керемет. Ал енді ағайын, осымен видеомыз қатты ұзақ болып кетті деген ойдамын. Ал мен видеомыз аяқталды. Сау саламатта кездесейік.